Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз көксағыз. Бізде көксағыздың жалпы қандай түрлері бар, көксағыз дегеніміз не деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Көксағыздың бізде екі түрі бар. Получается, біріншісі ол бізде табиғи көксағыз, екіншісі ол бізде синтездік көксағыз. Енді жалпы көксағыз деген тақырыпта өзі информация былайша айтқанда қатты көп емес, жалпы логикасын түсіну керек. Яғни табиғи көксағыз дегеніміз ол бізде ағаштан алынатын көксағыз. Ол бізде кәдімгі сұйықтық ретінде алынады. Гевея деген ағаштан алынады. Ол басында ақ түсті сұйықтық болады, уақыт өте келе қоңырлау түске өтеді. Получается, ол бізде кристалдануға бейім. Аморфты, яғни ол қатқан кезінде более аморфты дегеніміз морт сынғыш деген сияқты сондай ғой. Яғни кристалдануға бейім. Кристалдануға бейім болып келеді. Бұл бізде табиғи көксағыздың физикалық қасиеті. Енді синтездік көксағызға келетін болсақ, синтездік көксағыз аты айтып тұрғандай бір затты синтездеу арқылы, яғни химиялық затты синтездеу арқылы алынатын көксағыз. Получается, синтездік көксағызды біз аламыз алкадиеннен. Алкадиеннен аламыз. Енді біз до этого өткен алкадиен деген тақырыптан бізге белгілі, яғни синтездік көксағызды бутадиен 1,3 немесе 2 метил бутадиен 1,3-тен немесе хлорпрен деген сияқты қосылыстардан алады екенбіз. Жалпы бізде солардың формуласын жазып кететін болсақ, хлорпрен дегеніміз ол бізде 4 көміртегі бар, бір хлор радикалы бар. Хлор как будто бір радикал ретінде тұр. Енді осы жерде бізде 2 хлор бутадиен 1,3, яғни осының аты хлорпрен деп аталады. Келесі изопрен. Изопрен дегеніміз тура осылай, только хлордың орнында бір ғана көміртек бар. Яғни бұның аты 2 метил бутадиен 1,3 деп аталады. Тура сол сияқты бутадиен 1,3-тің формуласы бар, оны дивинил деп атайды. Дивинил дегеніміз жаңағы бутадиен 1,3-тің формуласы екен. Жалпы осы, енді бұл жерде біз айта кететін зат, жалпы көксағыз тақырыбында стереотұрақтылық деген сөз бар. Стереотұрақты деген қандай мағына білдіреді? Стереотұрақты. Яғни стереотұрақты дегеніміз цис, транс конфигурациясы бар. Қандай көксағыз стереотұрақты болады? Получается, цис және транс конфигурациясы бар көксағызды біз стереотұрақты деп атаймыз. Цис дегеніміз өздерің білетіндей екеуі де бір жақта орналасу, ал транс дегеніміз екеуі керісінше бағытта орналасу. Енді жалпы айта кететін болсам, табиғи көксағыз іс жүзінде суда ерімейді. Этил спиртінде сәл жай ғана ериді. Хлороформда және бензинда просто ісінеді. Және күкіртсутекте то же самое ісінеді и содан кейін барып ериді. Енді көксағыз бізде электр тоғын өткізбейді. Получается диэлектрик. Енді ол су мен газды да өткізбейді, получается. Жалпы қарайтын болсақ, табиғи көксағыз ол шикі күйінде, өңделмеген күйінде ол бізде еш нәрсеге жарамайды. Получается, оны жарамды ету үшін біз вулканизация деген әдісті қолданамыз. Вулканизация ол бізде шикі көксағызды күкіртпен өңдеу. Яғни көксағызға күкірт қосу. Күкіртпен өңдеу. Яғни күкіртпен өңдеу не үшін керек? Себебі бізге более эластичный болу керек и резинке жасау үшін керек. Яғни вулканизацияның нәтижесінде бізде шығатын өнім нәтижесінде резинке шығады екен. Яғни жаңағы шикі көксағыздың ішіндегі молекулаларды бір-бірімен өзара жаңағы күкірт қосып не істейді ғой, байланыс түзеді ғой, былайша айтқанда. Енді вулканизацияда бұл 2-3% қана күкірт қосылады, негізі обычно. А если күкірт шамадан тыс қосылып, 40-50% немесе 30-40% сондай шамасында қосылатын болса, онда ол көксағызды, яғни күкірт қосылса, осындай, оны біз эбонит деп атаймыз.
эбонит ол бізде более қатты, яғни электр оқшаулағыш зат. Электр оқшаулағыш, яғни жаңа электр тоғынан қорғайтын зат былайша айтқанда. Логика түсінікті деп ойлаймын. Осымен негізі көксағыз тақырыбы аяқталды.